Барлықтарыңызға сәлем. Біздің кезекті тақырыптың с деңгейінде есептен шығарамыз. Сонымен кеттік. Бірінші не еді? Сандардың қайсысы санның жоқ мәні ретінде алуға болады деді. Яғни астында үлгісі берілген. Яғни жүздік үлеске дейін есептен жоқтайтын болса, ол 6,125-ға жақын екен. Сонымен кеттік. Біріншісі ондық үлеске дейін, яғни 4-тен кейін 8 деген сандар, яғни 5-тен үлкен болған үшін мына жерге плюс 1 қосылады. Яғни 7,481,26. Ол бізде жоқ болады, 7,5-ке жоқ болады. Екіншісі, жүздік үлеске дейін көріп тұрғанда 1 тұр. Сонда бұл санымыз 7,148-ге жақын болады. Давайте мына жерде келесі санды қарайық. 1000 үлеске дейін артында 2 тұр. Сонда бұл 5-тен кішкентай, сонда мына жақын санға не болады? Жуық болады. Енді 10.000 үлеске дейін 2-ден кейін 6, сонда мына жерге плюс 1 болады, яғни мына санға жақын болады. Сонымен кеттік. Жай бөлшекті 1000-дік үлестерге дейін, яғни нүктеден кейін, үтірден кейін артынан 3 санын санаймыз. Сонымен давайте 2 бөлінген 3 дегеніміз сол нешеге тең болады? Сонымен қателеспесем 0,66 деп болады. Яғни 0,6666 бізге 1000 үлеске дейін, сол үшін нүктеден кейін 3 сан санаймыз, қараймыз да. Мына жерде көріп тұрғандай 6 деген 5-тен үлкен, сонда мына жерге плюс 1 қосылады, сонда 0,667 болады. 6 бөлінген 7, давайте 6 бөлінген 7, ол бізде тең болады 0,8571. Қайтадан қараймыз. Таяқшадан кейін 1 тұр, ол 5-тен кішкентай, сонда ол болады 857 болады. 2 бөлінген 13, ол бізде болады 0,1538. Давайте қараймыз. Көріп тұрған таяқшаға дейін 8 тұрды. Ол 5-тен үлкен, сонда мына жерге плюс 1 қосылады. Сонда жауабымыз 0,154 болады. И соңғысы 5 бөлінген 19, ол бізде болады 0,2631. Қараймыз таяқшадан кейін, таяқшаның артынан кейін 1 деген сан тұр, ол 1 5-тен кішкентай, сонда 0,263 болады. Мұнан 263. Кеттік, кубтың барлық қырларын қосындысы, яғни бізде куб бар. Кубтың 12 қыры бар, яғни әрбір барлық қабырғасы бірдей. Сонда 12 көбейту а тең болады 51,6. Сонда а тең болады 51,6 бөлінген 12. Бұл болады бізде 48, 36, 4,13. Енді бір қарынның ұзындығы 4,13. Енді кубтың толық бетін ауданы табыңдар дейді. Бізде ауданы а в квадрат, оның беті 6 беті бар, яғни 6 а в квадрат болады. Сонда 6 көбейту 4,13-тің квадраты, ол бізде не болады? 4,13 көбейту 4,13, ол бізде болады 18,149. Енді осыны 6-ға көбейтетін болса, ол бізде жауабымыз 110,194 болады. Енді айтып тұрмын, бүтінге дейін, яғни мына санға дейін жуықтау керек. Сонда былай бөлетін болса, көріп тұрғанда 9 деген сан тұр, онда бізде плюс а ден қосылады алдына, яғни 110, жауабымыз 111 болады. Жердің бір тәулікте өз-өзіне айналу жылдамдығы 0,140 км секундына дейді. Жердің күнді айналу жылдамдығы жердің бір тәулікке өз-өзіне айналу жылдамдығы 65,122 есе көп дейді. Яғни 0,146-ны көбейтеміз 65,122-ке. Сонда бұл жер күнді айналу жылдамдығын табамыз. Осын тапқан соң біз не дейді? Бүтінге дейін, яғни нүктеге дейін жуықтаймыз. 0,146-ны 65,122 көбейтетін болса, ол бізде көріп тұрғандай 30,012 болады. Яғни километр секундына. Сонда жауабымыз 30 километр секундына болады. Окей, бізде эскалатор бар. Оның жылдамдығы дейді 32 метр минутына. Жоғары жылжыған эскалатор үстінде жолаушы жоғары қарай 8 метр минуттың жылдамдығымен жүреді дейді. Ең жоғары қабатқа неше минутта көтеріледі дейді. Яғни бұл бізде эскалатор бар. Арада бұның ұзындығы 150 метр. Эскалатордың жылдамдығы 32 метр минутына, және үстінде жолаушы ол да қозғалып келе жатыр. Яғни екеуінің жылдамдығын қосамыз, сонда бізде 40 метр минутына болады. Енді 150-ді 40 метр минутына бөлеміз, сол кезде бізде уақыт шығады. Көріп тұрғанда 15-те 4-ке бөлетін болса, ол бізде 3,175 минут болады.
біз айтыпты не еді? Бүтінге дейін дөңгелектен, яғни бүтінге дейін сөз нараға дейін, яғни таяқша деген 7 тұр. Бұл не? 1 плюс 1 қосылады, яғни 4 минут болады. Жуықтаған кезде. Давайте бұның тек біріншісін шығармын, қалған екінші есебін сізде жұмыс ретінде шығарыңдар. Сонымен бізде 12 мен 18-дің ортақ бөлімі не болады? Бұл 24, 36 болады, яғни 3, мынада 2 болады. 4, 36, 15, мынада 3, 18, 14, бөлінген 9,125, қосылған 5,6, 6,5 бөлінген 1 бөлінген 8, ол бөлеміз, ол бізде 0,125, қосылған 0,175, көбейту 3,2. Сонымен бұл жерде 1, 18, 1 болады, бөлінген, давайте бұны 19 дейміз. Мынау бөлу болатын болса 925 бөлінген 100 болады. Қосу 5,6. Давайте мына жерде жазайын лучше. 925 бөлінген 100. И мына жерде көбейту болады. Көбейту болған кезде 100, 925 болады. Бөлінген, давайте мынаны қосайық бәрін. 0,525 қосылған 0,175 болады. Сонда 5, 7, 1,1, яғни 1,275 болады. И көбейтеміз осы 3,2. Сонда давайте қысқартайық. Аны мен ойымша қысқартуға болады. 9 болатын болса 50. 25-ке қысқартылады. 9,25-ті 25-ке қысқартатын болса бізде қателеспесем. Давайте бұлай бөлісі. 3, 75, 7, яғни 35 болады. Мынада 35. Болды, ештеңе қысқармайды. Сонда бізде қалды 38 үстінде 19 көбейту. И 35-ті 9-ға көбейтетін болса, ол бізде болады 315. Қосу 5 бөлінген 6. Мына жерде ол көбейту. Давайте 1275 бөлінген 10. Көбейту 2 бөлінген 3. Давайте. И ортақ бөлімге келтіретін болса 315. Давайте 6 қосу 5 көбейту 315. Астында 315 көбейту 6 болсын. Бөлінген. Мына жерде қысқартатын. 1, мынада 500. 1275 3-ке бөлінеді. Ол бізде 425 болады. 425 бөлінген 500. Сонымен осыға қалдыра берейік. 38 көбейту 6 ол бізде 228. Қосылған 5 көбейту 315. 575 бөлінген 315 көбейту 6. Көбейту бөлінген 425 бөлінген 500. Ол бізде болады 228-ге қосу 1575, ол бізде болады 1803 бөлінген 315 көбейту 6 бөлінген көбейту 500 бөлінген 425. Сонымен осыны қысқартамыз. Бізде не болады? Мынаны 25-ке қысқартсақ, мынада 20, 425-ке бөлетін болса, ол бізде 17. Енді 1803 бізде 17-ге бөліне ма? Бөлінбейді. 20-ны 6-мен қысқартайық. Яғни 2-ке мынада 10, мынада 3. 1803 бұл 3-ке бөлінеді, ол 601. Мынада қайтадан 5-ке қысқартсақ, 2, мынада 63 болды. Сонда бізде 601 көбейту 2 бөлінген 63 көбейту 17 болды. Сонымен осы. Яғни бұл жерде көбейту ғана қалды. 1202 бөлінген 63 көбейту 17 бізде 1070 болады. Кеттік. Ақпарат көздерін пайдаланып жердің айы қашықтық. Давайте
жерден айға дейін қашықтық. Жерден айға ол бізде примерно интернеттен қараған кезде 384.000 километр. Енді не дейді? Жарық 300.000 км секунд жылдығын тарайды. Ай сәулесінің жарығы жерге қанша секундта, қанша уақытта жетеді? Яғни бұны не істейміз? Қашықтықты 384.000-ді бөлеміз 300.000-ға. Сол кезде ол бізде уақыт шығады. Давайте 3-0 кетті. 384 бөлінген 300 қалды. Давайте бұны бөлетін болсақ, бізде 1,128 секунд. Енді жауабын дейді ондық үлестерге дейін, яғни нараға дейін. Сонда бізде 1,13 секунд болады жауабымыз. Сонымен осымен тамам. Барлық сұрақтарыңыз бар болса, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Рахмет.